Армысыздар, пайдалы ақпарат қызық арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз аяқ қолы мұздаса не істеу керек? Үнемі аяқ қолыңыз мұздап, жаурап жүретін болсаңыз, ендеше мына кескінді сақтап алыңыз. Ешқандай бір тиын ақша құртпай-ақ үй жағдайында күніге 20 минут жасасаңыздар, міндетті түрде өте керемет нәтижесін көресіздер. Ол үшін бізге 2 уыс тұз, 10 тамшы йод, 10 тал лаурой-листің жапырағы және 75% кір сабын керек, бір штук. Енді былай жасайсыздар, күнде түнде жатардан бұрын бір тегене ыстық суға 2 уыс тұзды саласыздар, 10 тамшы йодты тамызасыздар, 10 тал жапырақ лаурой-листі саласыздар және 75% кір сабынды 4 бөлшекке бөлесіздер да сол ыстық суға саласыздар. Бәрін араластырып, аяғыңызды салып, малып отырасыздар. 20 минут отыру керек, иә? Осылай жасаңыздар, ертесінде ол суды төкпей және бір рет қайнатып алып, тағы да аяқты малуға болады. Жаңағы аяқты малған су 2 мәрте пайдалануға жетеді. Ал енді бұның емдік қасиеті, біздің табанда мыңдаған нерв нүктелері бар. Табан адамның екінші жүрегі дейді. Егерде сіздің қаныңыз қою болса, қан айналысы дұрыс болмаса, жүрегіңіз дұрыс болмаса, ұйқыңыз тыныш, жүйкеңіз тыныш болмаса, онда осы әдісті пайдалансаңыз, сіздің қаныңыз жақсы айналады, жүректің қызметі жақсартады, жүйке тынышталады, ұйқы жақсарады. Көрдіңіздер ме? Осыны жасап, қан айналысты жүргізіп, аяқ қолыңыз жылынып жүретін болады. Денсаулыққа өте пайдалы. Егер кескін ұнап жатса, бір жүрек берекетіңіздер мені қолдап, және маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.